Ассалаумағалейкум, арма-қазақ жұлдызды жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Қос лайк халықты надан қылды. Камила Әділхан. Бар шындықты айтатын сәт келді. Камиланың көзқарасы қандай? Егер сіз осы сөздерге қызығатын болсаңыз, онда арнамыздағы видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Ал онда біз бастадық. Камила Әділхан журналистке берген сұхбатында қос лайк жобасы турасында толығырақ мәліметті және шынайылықты айқын ашты. Камила Әділханның сөзі бойынша, қос лайк жобасынан ол ешқандай жамандық көрмеген. Қос лайк жобасы мені шындады. Мен бар шындықты осылай айтқым келеді, деді Камила Әділхан. Біз онда жүретінбіз. Көпшіліктің арасында, көпшіліктің пікірінен тікелей эфирде ешқандай нәрсені қиып тастауға болмайды. Әрбір айтқан сөзің өзіңе қарсы сетілуі мүмкін. Бұл қиын жағдай. Осы сәттерде мен қиыншылықтардан шыға кеттім. Бұл уақыт менің шындалуым үшін кеткен деп ойлаймын. Қос лайк жобасына қатысу. Алғашқыда менің өзім жас болдым. Өз пікіріме ие болмадым. Ал қос лайк есе мені шыңдады. Мені биіктерге шығарды. Менге көрермен жинап берді, деді Камила Әділхан. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де жұлдыздардың өмірінде болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды тек қана біздің каналымызда алғашқылар қатарында біле аласыздар.